10 сынып геометрия пәні. Номер 2 сабақ. Тақырыбы стереометрия аксиомалары және олардың салдарлары. Сіздерге қойылған мақсат стереометрияның маңызын түсіну, стереометрияның күнделікті өмірде кең қолданылатынын көру, стереометрия аксиомаларын салдарларын қарастыру. Жетістік критериясы. Стереометрия маңызын түсінеді. Стереометрия күнделікті өмірде кең қолданылатынын көреді және де стереометрия аксиомаларын салдарларын қарастырады. Мектептегі геометрия курсы екі бөлімнен тұратынын білеміз. Ол бізде планиметрия және стереометрия. Стереометрия дегеніміз ол грек сөзіне аударғанда көлемді кеңістіктегі және өлшеу деген мағынаны білдіреді. Планиметрия жазықтықтағы геометриялық фигураларды қарастыратын геометрияның тармағы, ал стереометрия кеңістіктегі фигураларды қарастыратын геометрия тармағы. Стереометрияның аксиомалары. Бірінші аксиома: қандай да жазықтықты алсақ та, сол жазықтықтың бойында жататын және жатпайтын нүктелер болады. Мысалы, көріп отырғандарыңыздай, мына жерде белгілі бір жазықтық берілген альфа бұрышында. Оның жататын деген осы жазықтың ішінде болу керек және осы жазықтың бойында орналасу керек. Сонда ол осы жазықтықтың ішіне жатады деп есептеледі. Ал осы жазықтықтың шет жақтарында орналасатын нүктелер бұл жазықтықтың бойында жатпайды деп есептеледі. Аксиома 2. Бір түзуде жатпайтын кез келген 3 нүкте арқылы бір ғана жазықтық жүргізуге болады. Аксиома 3. Егер түзудің 2 нүктесі сол жазықтықта жатса, онда түзу тұтасымен осы жазықтықта жатады. Аксиома 4. Егер әртүрлі 2 жазықтықтың ортақ нүктесі бар болса, онда жазықтықтар осы нүкте арқылы өтетін түзу бойымен қиылысады. Аксиомалардың салдарлары. Бірінші, түзу және осы түзуге жатпайтын бір нүкте арқылы бір ғана жазықтық жүргізуге болады. Төменде көріп отырғандарыңыздай суреті берілген міне, және де оның дәлелдеуі. Келесі теорема 2. Қиылысқан 2 түзу арқылы бір ғана жазықтық жүргізуге болады. Төменде берілген суреттер. Суретке назар аударыңыздар және астында дәлелдеуі көрсетілген. Бекіту сабағына көшпес бұрын кішігірім видео сабақ көрейік. Назар аударыңыздар. Күнделікті өмірде біз жазық пішінді, көлемді, яғни әртүрлі геометриялық денелерді көре аламыз. Экспо Қазақстан 2017 павильоны шар пішінді. Шабадан, сандық, шоколад, параллелепипед пішінді. Біздің қоршаған ортада әртүрлі пішіндес денелер бар. Мысалы, Египет пирамидалары, Рубик кубигі куб пішінді, барабан, цилиндр. Кеңістіктегі денелерді зерттейтін геометрияның бөлімін стереометрия деп атайды. Барлық нүктелері бір жазықтықта жатпайтын денелер кеңістік денелер деп аталады. Кеңістік денелерге цилиндр, тетраэдр, куб, тағы сол сияқтылар жатады. Планиметрияда оқыған нүкте және түзу түсініктерін біз кеңістік денелерін оқуда да пайдаланамыз. Стереометрияның тағы бір түсінігі жазықтық. Кез келген тегіс бет жазықтық ұғымын береді. Енді видеороликті көріп болсақ,
төменде бүгінгі өткен тақырып бойынша сабақты бекітейік. Сабақты бекіту үшін төменде берілген сұрақтарға жауап берейік. Сұрақты көшірмейсіздер, тек қана жауабын дәптерлеріңізге жазып өтесіздер. Бірінші сұрақ: стереометрия дегеніміз не? Қысқаша түрде жазып өтсеңіздер, стереометрияда қандай негізгі фигураларды білесіздер? Қандай негізгі осы стереометрия элементінде қандай негізгі фигуралар біз атап өттік. Келесі: жазықтық деген ол не? Жазықтық деп нені айтамыз? Жазықтықтың мысалдары. Және де аксиомаларды атап шық. Неше аксиома атап шықтық жоғарыда, соларды дәптерлеріңізге жазып өтіңіздер. Және де соңғысы аксиомалардың салдарлары бірінші және екінші теорема бойынша. Бұл жерде бірінші және екінші теореманы жазып өтесіздер, және де берілген суретін саласыздар. Дәптерлеріңізге қысқаша түрде жауап берсеңіздер. Жауап берейік.